Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осы ислам дініндегі әдеттер, қайдан келген әдеттер, ол қалай келген әдеттер, яғни басқа діндерден келген сарқыншақтар туралы айтатын боламын. Біз мұсылманмын дегеннен кейін нағыз мұсылман болу керек. Әрине, бұл каналымда, бұл бейнеролигімде мен басқа діндерді қаралап, немесе жамандап жатқан жоқпын. Мұсылман болғаннан кейін өз дінімізді дұрыс ұстануымыз керек. Алдымен каналға тіркеліңіздер, осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Енді бір шамасын айтып өтетін болсақ, бір мұсылман моншадан шығатын болса, басқа бір мұсылман жеңіл буыңызбен деп айтады. Ол дегеніміз шариғатқа қайшы нәрсе. Өйткені бұл сөзді ерлі-зайыптылар бір-біріне ғана айта алады. Әрине, ислам діні бойынша. Ал басқа жеңгеңіз, ағаңыз, болмаса неке харам болған басқа да қыздарыңыз, басқа елдер шығатын болса, оларға жеңіл буыңызбен де айту бізде ұят болады екен. Сол сияқты тойларда, бір үлкен жиындарда дастархан жайылған. Ішімдік болу дұрыс емес. Ал егер ішімдік болып, соны стакан толтырып, ішімдікті көтеріп, тілек айту әсте дұрыс емес. Ал мұсылман адам қолын көтеріп, тілек дұға жасайды. Сол сияқты тағы да әдеттердің бірі, кісі қайтыс болғанда басына зәулім құрылыс жасап, қымбат кірпіштерден үлкен күмбез сияқты қылып тұрғызу. Ислам дініне қайшы нәрсе. Расында Алла тағала оның жер бетіндегі мазаратының әдемілігіне емес, бұл дүниеде өмір сүріп кеткен, және де істеген қалай, кім болды, қалай болды, Аллаға қалай жақындады, амалдар қандай болды, сол амалдар есептеледі. Мазарат басына, құлпытасына сурет қою. Ол да дұрыс емес. Шариғатта бұл да қайшы нәрсе. Бұл да басқа діндерден, Будда болсын, христиан болсын, сондай діндерден келген әдет. Кейінгі уақыттарда тағы да мынандай мәселелер шығып жүр. Құранды әркім өз тілінде оқу, немесе қазақ тілінде оқылу керек деген. Бұл әрине қате пікір, қате түсінік. Құран арабша түсті, және де оны қырағат еткенде, құлшылық ретінде оқығанда, зікір еткенде, және хатым еткенде, оны сол күйі арабша оқылу керек. Және намазда да солай. Басқа бір жерге барып, Құран оқығанда да, Құран білсеңіз, ол да сол арабша түскен күйі оқылады. Ал енді Құран мағынасын түсінейін деп оқу керек болса, онда ол әрине барлық тілде аударылған. Оны оқи берсеңіз болады. Ал бірақ құлшылық ретінде ол арабша оқылу керек. Осы жағынан шатаспаңыздар, құрметті мұсылман бауырлар. Өйткені Құранды арабша оқысақ, біз араб болып кетпейміз. Құран арабша түскенімен, пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, араб болғанымен бүкіл адамзат балаласына түсті. Демек, бізге Құран араб болды түскен жоқ. Әркім әрине түсінік үшін өз тілінде оқи берсін. Дастархан басындағы әдеттер. Мұсылмандығымызды сақтап, дастархан басында асты бисмилля деп бастау, алдымен қолды жуу, жақсылап, содан кейін бисмилля деп асқа отыру, оң қолмен жеу, Аллаға шүкір айту,
және ішіп болғандан кейін де Аллаға шүкір айтып дұға қылу және де қолды жуу. Мұсылмандығымызды сақтап, осы әдетті ұстаныңыз. Өйткені ас адамның арқауы және де шүкір етіп желінген ас сіңімді әрі таза болады. Барлық нәрсені істерде де Алланың атымен бастау керек. Мұсылмандық киім үлгісі. Біз басқаларға еліктеп, қалай болса солай киіне бермеуіміз керек. Әрине, ақыр заман жақын. Бірақ біз мұсылмандығымызды, егер дініңізді жақсы көрсеңіз, мұсылмандығыңызды өзіңіз сақтап, киім әдеміне де көңіл бөліңіз. Жер азғандай, адам баласы да қиямет жақындаған сайын азады. Пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, хадистерінде келген қияметтің белгілері, кіші белгілері, яғни адамдардың киімі. Ер адам әйелше киініп, әйел адам ер адамша киінеді. Бірақ сіз мұсылмансыз. Сіз басқа адамдармен айналыспаңыз, өзіңізбен айналысаңыз. Біздің ең ұқсап бағатын адамзаттың тұлғасы ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын. Біз соған ұқсауымыз керек. Және де әрине, ол сүннет киімі, тақуа киімі жақсы, бірақ біз заман талабына сай жақсы әдемі киініп жүруіміз керек. Сонда да болса, әйел адам, яғни қыздарыңыз, бақылаңыз, қалай киініп жүр. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, бір хадисінде айтады. Қандай да бір қауым басқа бір қауымға ұқсағысы келсе, ол содан дейді. Сол үшін, құрметті мұсылман бауырлар, басқа қауымға ұқсап кетпейік. Алла сақтасын, өзіміздің асыл дініміз бар, шариғатымыз бар, әдептері бар. Сол әдептерді ұстанып жүрейік. Киімдеріміз де таза болсын, заманға сай киініңіздер, бірақ ашық-шашық батыстан келген киім үлгілерінен сақ болыңыздар. Кім біледі, батыс мүмкін бізді солай арбап жатқан шығар, бірақ оның бәрі бір Аллаға мәлім. Әр істің байыбына барып жасайық, құрметті мұсылман бауырлар. Тағы да қандай басқа діннен келген әдеттерді білесіздер? Комментарияға жаза кетіңіздер. Оны да бірге талқылаймыз. Келесі бейнеролигімде сіздермен жүздескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.